орманды басына көтерген КамАЗ жүк автокөлігінің дауысы гүрілдеп тегіс жолда жүйткіп келеді. Ала көлеңке болып аттан қатқанымен күн әлі көтеріле қоймаған. Жаздың салқын ауасы бойын тоңдырып жіберген соң ол кабинаның терезесін жауып, ұйықтап жатқан серігіне қарады. Түніменен көз ілмей көлік жүргізген ол жас балаша пысылдап ұйықтап жатыр. Небір керемет жерлермен өтті. Жазық дала, орманды өлке, таулы аймақ демей, ешбір жерге тоқтамай көлікті кезек-кезек жүргізіп, күн демей, түн демей жүйткіп келеді. Қалалардың сыртынан айналып өтіп, кездескен деревняларға тоқтамады. Тек жанармайларда ғана азғантай үзіліс жасап, тамақтанып алатын. Көлікті жүргізіп келе жатқан Қайсар есімді алып тұлғалы қара жігіт. Тура ертегіден келген батыр секілді. Киіздей тұтасқан қара шашы, қыр мұрыны, қара мұрты өзіне жарасып тұр. Әппақ тістері маржандай. Жеңін білегіне шейін түріп алып, рөлден мықтап ұстап алған. Ес білгелі жүргізуші болып жұмыс жасаған Қайсар кеңес өкіметі тарап тоқырау басталғанда осы көне көлігін еншісіне аударып үлгерген. Жөндеп, сырлап, су жаңа машина етіп жасап алды. Әйтеуір бала-шаға асырауға жарап жатыр. Азғантай ақшаға келісіп саудагерлердің тауарларын таситын. Қайсар қай жерге келдік деген серігіне ұйықтай бер, соға алмасармыз деп жауап қайырды. Серігі Андрей есімді орыс жігіті. Заты орыс демесең қазақшаға судай. Неше түрлі әңгіме айтып Қайсардың ішексілерін қатыратын. Жастығына қарамай автокөлік жөндегенде алдына жан салмайды. Жұмыс таппай сандалып жүргенде Қайсар менен танысып, екеуі алыс сапарға бірге баратын болды. Тапқан табысында екеуі қылдай бөліп алатын. Көктем шыға Андрей Қайсарға келіп, «Алян, бір досым Ресейде жұмыс көп деп шақырып жатыр. Бірге барсақ қайтеді. Маусымды жұмыс, жеке көлігі бар адамға өте пайдалы көрінеді», деді күлімсіреп. «Қайдағын айтпа, алыстан арбалағанша жақыннан дорбала деген не бар сол жақта? Бұйырғаны ауылдан ақ табылар» деп жылы жауып қойған. Осылай уақыт өте берді. Жүк тасығыш көліктер көбейді, тұтынушылар азайды. Күн көру қиындап кетті. Әрі ойланып, бері ойланып, Ресейге бірге жүрмекке бел буды. Андрей досына хабарласып келетінін хабарлап. Бұл хабарды естіген Қайсардың келіншегі аздарда безер болды. Не бар сол жақта? Осы табысында жетеді ғой 3 балаңды асырауға деп келіншек жыларман болды. Жарайды, жылама. Артық ақша кімге керек емес дейсің. Балалардың оқуына қарсы келермін. Бұларға да жаңадан киім әперейік, өзімізде адамша киінейік деген келіншегіне бас қойды. Күйеуінің мінезін білетін ол үнсіз қала берді. Осылай екі дос Ресей қайдасың деп жолға шықты. Андрейдің досы күтіп алып, жұмысқа орналастырды. Бұрынғы Соф автотранс мекемесі жекеленген екен, қожайыны да жақсы адам. Осылай екі дос Ресейдің Сібір аймағына жүк тасушы болып, темір тұлпарларымен тынымсыз еңбек етті. Ерте көктемде келген екеуі күзде елге қайтпақ болды. Қайсар, Андрей бастық шақырып жатыр деді қасшығыз селектормен хабарлап. Кабинетке екеуінің көрген бастық отыруларын сұрады. Қалай батырлар, қайтқалы жатырсыңдар ма? Деп бастық жымия күлді. Я, Павел Федорович, сізге көп рахмет, ертең жүрсек деп едік деді. Андрей қуанышын жасыра алмай. Жарайды, солай деңдер, сендерге бір өтінішім бар. Тағы бір рейске қалай қарайсыңдар? Сібір жаққа 2 есе төлеймін, азық-түлік апарасыңдар. Содан соң елге жүресіңдер, а? Қалай, келістік пе? Деді бастық кейін. Қайта телефон соғып мазан алып тұр. Сендерден басқа ешкімнің реті жоқ, бәрі рейсте. Жігіттер қалай, келістік пе? Келіспеске амал жоқ. Екі дос желкелерін қасып келісті. Жол құжаттарын алып, жүктерін машинаға тиеп, жолға шықты. 5 күн жүріп, межелі жерге келді ау, әйтеуір. Жүктерін тапсырып, қайтар жолға қайта шықты. Коля, Калян, елге тарт, үйді сағындып кеттім. Екезі оқылана жетіп Андрей балаша қуанды. Сен білесің бе, Коля? Қанша орыс болсам да, өзіміздің даламызға ештеме жетпейді екен ғой, а? Мына жердің жаңбыры мезі қылып бітірді. Я жауған емес, я жаумаған емес, сіркірейді деп тұрады.
Елге тарт Коля, елге, деп терезеден сыртқа көз салып келеді. Жолға шыққалы айнала қоршаған қалың орман, көзге ештеңе көрінбейді. Оның үстіне мына жаңбыр бір тоқтамады. Күннің көзін көру мүмкін емес. Аралас орманда не бір бұрын соңды көрмеген ағаштар қатарласып өскен. Табиғаттың құдіретімен бойын көкке көтерген шырша, құшақ жетпес ғасырлық емендер орман өмірін күзеткен әскерлерше сап түзеген. Биік жотаны өрлей өскен ағаштар бірін-біріне жалғасып жатыр. Кейде кездесетін орман өзендері тура бір көк матадай иіріліп жатыр. Айнала ит мұрны өтпес қалың орман. Адам баласы кездеспейтін табиғаты қатал жер. Ыңылдап келе жатқан Қайсар келесі елді мекенге 100 шақырымдай бар деп болжады. Андрей, алдымызда қала бар, сонда тамақтанып біраз демалайық. Менің біртүрлі белім ауырып келеді. Галяны, сенің белің неге ауыратынын білесің ғой? Көптен бері жеңгейді көрмегеннен деп екеуі қарқылдай күле жөнелді. Біраздан соң Қайсар жолға көлденең қойған жеңіл машинаны көрді. Біреу машинаға сүйеніп темекі шегіп тұр. Бұл көріністі Андрей де көрген екен. Орындықтың астына жасырған қалың білектей темірін алды да: «Коля, абайла, мынау недей болса бізді күтіп тұр. Жалғыз екен», деді көзін жолдан алмай. Қайсар үнсіз келеді. Шүйткіп келген ауыр машина әрең тоқтады. Кабинеден қарқып түскен Андрей қолындағы темір білегін бұлғалап, орысшалап боқтай жөнелді. Қайсар кабинеден түспек болды. Аяғы жерге жетпес қалғанда арқасына бата бірдеңе қадалды. «Қолыңды көтер», деді қысқа бұйрық. Қараса, Андрей де қолын көтеріп тұр екен. Әлгі жалғыз деген жолаушымыз еңгезердей 4 жігіт болып шықты. Қайсарды қарауылға алғанның қолында мүлтек мылтық, қалғандары тапаншамен қаруланған. Екі досты қатар тұрғызып қойып, ұзын бойлы жігіт: «Қалай жігіттер, шаршаған жоқсыңдар ма? Біз сендер кешіккенге мазамыз болмай тұр еді», деді кекете күліп. Қалғандары қосыла күлді. «Әңгіме бұлай, ақшыларыңды бізге беріп, өздерің кете беріңдер», деп машинаның доңғылағын тапаншамен атып жіберді. Оқ тиген дөңгелектен ысылдап жел шыға бастады. «Бізде ақша жоқ, бос келе жатырмыз, өздерің», дей берген кезде Андрейдің ішінен тиген соққы оның сөзін аяқтатқан жоқ. «Әңгіменің қысқасы, ақша қайда? Болмаса осы орманда арманда кетесіңдер». Қайсардың артынан тұрған жігіт оны мылтықпен ұрып жықты. Екі дос екі жерге домалап жатты. Қарақшылар екі-екіге бөлініп алып, оларды тепкілей жөнелді. Біраздан соң әлсіреген екеуінің желкелерінен көтеріп тағы тергей бастады. Бет-ауыздары қан жоса, еріндері білеудей болып ісіп кеткен. Керекті жауабын ала алмаған соң үшеулеп Андрейді ұрып соға бастады. Ыңырсыған Андрейдің дауысы жан шыдатар емес. Қарақшылар әрі-бері тепкілеп шаршаған болу керек. Андрейді машинаға қарай сүйрей жөнелді. Машинаның артқы есігін ашып, Андрейдің қолын қабырғамен есіктің арасына ұстап тұрды. «Ал бауырым, ақша қайда? Әйтпесе бұл қолыңмен тамақ жей алмайтын болып қаласың». «Ақша жоқ», деді Андрей тістене. Осы кезде бәрі пәрменіменен ұзын жігіт есікті теуіп жіберді. Андрейдің ышқынған дауысқан естіген Қайсар шыдамай көзін жұмды. Сол қолмен сынған қолын ұстап алған Андрей жерде домалап жатты. Ұзын бойлы қарақшы Андрейдің басын басып тұрып: «Ақша қайда? Әлде екінші қолың сындырайын ба?» Ыңырсығаннан басқа ештеңе ести алмаған ол достарына ымдады. Андрей тағы сөйлей жөнелді. Әлгі айуандықтарын қайталамақ ойлары бар. Андрейді аяған Қайсар шыдамай кетті. «Оған тиіспеңдер, ақша запасканың ішінде», деді денесін ауырсынып. «Қолықтарын көрдің бе, косой?» деп қарақшының біреуі қосалқы дөңгелекті ағыта бастады. Ақшаның ызығына түсіп кеткен қарақшылар екі жігіттің бар екенін ұмытып кеткенге ұқсайды. Денесінің ауырғанына қарамастан Қайсар Андрейдің қасына келді. Қолының ауырғанына шыдамаған ол ерін-терін тістелеп қанатып тастапты. Осы кезде қайтан шыққанын кім білсін, екі бірдей қара джип машинасы келіп кілт тоқтады. Машинадан түскен 5-6 жігіт қарақшыларға кезенді. «Қаруларыңды тастаңдар, косой, айтқанды қыл, әйтпесе өлесің», деді келген жігіттердің бірі. Қарақшылар орындарына тұрып қалды. Амал жоқ, автоматқа қарсы не шара бар. Айтқандарын қылып, қаруларын тастады. «Екі қадам кейін шегініңдер», деді. Қарақшылар амалсыздан шегінді. Соңғы келген жігіттердің бірі әлгілердің қаруларын жинап алды. Андрей мен Қайсарға орындарынан тұруға көмектесіп, машинаға жайғастырды. Машиналарына отырған жігіттер кілт бұрылып жолға түсіп зымырай жөнелді.
Косойдың тобы жол бойында қала берді. Андрейдің қолы ұстап әрең шыдап келеді. Жігіттер қайда барамыз деген сұрағы жауапсыз қалды. Біраз жүргеннен соң қаланың төбесі көрінді. Қалаға жетпей, бұлар қатар салынған 2 қабатты әсем үйлерге бұрылды. Тастан қаланған зәулім биік үйдің алдына келіп тоқтады. Лезде қақпа ашылып, ішке кірді. Олар Андрей мен Қайсарға машинадан түсулеріне көмектесті. Түкке түсінбеген 2 дос бірін-біріне қарады. Ішке кіріп кеткен жігіт алпысты алқымдаған қара торы кісіменен бірге үйден шықты. Үстінде қымбат костюм шалбар, шашы ағарған, оң қол саусағына алтын жүзік татарға ұқсас кісі. «Қош келдіңдер жерлестер», деді таза қазақша. Түкке түсінбеген 2 дос таңдана қарап қалыпты. Ішіп кеткен еріндерімен амансыз ба дегенде әрең айтты. «Қап, оңдырмақтау сендер» деп басын шайқады. Қасындағы жігіттерге «Монша жағыңдар, дәрігерге хабарлаңдар, қонақтарды жақсылап күтіңдер, соңына отырып асықпай әңгімелесерміз, айыпқа бұйырмаңдар, сәл кешіп қалғанымыз әйтпесе бұндай халде болмас едіңдер», деді ыңғайсыздана. Бірер сағаттан соң қонақтарды 2-ші қабаттағы бөлмеге ертіп келді. Үлкен үстел үсті тағамға толы. Бір шетінде 2 иығынан демалып самауыр тұр. «Төрлетіңдер, ұялмаңдар, тағы да кешірім өтінем», деп орындықтарды ұсынды қожайын. Қонақтар орындарына жайғасты. «Мен самауырынды кедір ағашымен қайнатамын. Иісі бір керемет, тура сексеуілдік секілді», деді үй қожайыны. «Кешіріңіз, сіз кім боласыз? Қазақсыз ба? Бұнда не қылып жүрсіз?» деген Қайсардың сұрағына «Асықпа, ас алыңдар, әңгіме сосын бола жатар», деп қысқа қайырды. Шайге қада ішкен қонақтар аздап арақтанды алып отырды. Ойлары босап, маңдайлары терлей бастады. Андрейге қараған үй иесі «Қалай, ауыр отыр ма?» деген сұрағына күліп «Жоқ, қышып отыр», деді қырсығып. Орыс жігітінің жауабына күліп жіберген үй иесі мұның тура мінезіне ырза болды. «Я, жігіттер, мен қазақпын», деп әңгімесін бастады. Әңгіменің ұзақ болатынын сезген қонақтар ыңғайласып отырды. «Мен соғыстан бұрын туғанмын. Әкем соғыста қайтыс болды. Ауылда әжем, шешем үшеуміз ғана қалдық. Қара қағаз алса да, анам байқұс әкемнен күдерін үзген жоқ. Соғыс бітті, ауылға бірен-саран жаралылар қайтып келе бастады. Әкем туралы ешкім ашық ештеңе айта алмады. Бейбітшілік орнаса да тәртіп қатты еді. Бір уыс бидай үшін сотталып кетіп жатқандар болды. Ауылда қалған қатын-қалаш бала-шаға егін егіп, таңның атысы күннің бастысы жұмыс істейміз. Соғыстан келгендер бригадир басқарма болып жұмыс істеп жүр. Заман солай еді ғой. Еркек аз, ауыр жұмысты әйелдердің мойнында. Соғыстан кейінгі қалпына келтіру кезеңі заман ауыр, тамақ аз. Анам жас еді. Келіншек деген аты болмаса қызға бергісіз көріктеді. Қыпша белі, ұзын шашы, қап-қара бота көздері не бір еркектің мазасын кетіретін сұлу болатын. Бірде ақсақ бригадир семьясынан әйелінен ажырасатынын айтып, анама қолқа салды. «Қайнаға, сізге не болған? Абысынымды разы ете алмай жүріп, менде нең бар? Екінші аяғынан айырылып қаласың», деп мазақ етіп үйден шығарып жіберген. Содан кейін ол бізге өшігіп алды. Күндіз түні аңдығаны біз. Осылай күнде өте берді. Бірде егін басынан қайтып келе жатып, ауданға баратын керуен жолдан шашылып жатқан бидайды көрдік. Шамасы арбадағы қаптардың бірі тесік болса керек. Жан-жағымызға қарап ешкім болмаған соң, бидайды жинап, анамның орамалына түйіп алдық. Анамыз екеуміз аулаға кірдік. Қайдан келгені белгісіз артымызша ақсақ бригадир кіріп келді. Темешектегі бидайды көріп, боқтай бұралай жөнелді. «Мен сендерді соттатамын, құртамын, сендер ұрысыңдар», деп ауыздан ағайт кіріп көбейт шықты. Ауызы көбіктеніп айтпаған жоқ. «Мәлік, шай қой, үйге бар», деді анам. Үйге кіріп тоқалтамның есігінің жырғынан қарап тұрдым. Бригадирдің алдында байқұс анам төмен қарап, орамалының ұшын омаждап тұр. Біраздан соң ақсақтың ашу тарқай бастаған секілді жымиып күліп, анама түлкі көзімен қысып қояды. Бір кезде шап беріп, анамның белінен ұстап, өзіне тартқыштап жатты.